Сәлем достар. Бүгін біз алдыңғы видеода уәде еткеніміздей Facebook'тың алгоритмі жайлы әңгімелесетін боламыз. Байқасаңыз, сіздің қанша досыңыз болса да, Facebook'та барлығын өзіңіздің лентаңыздан көре алмайсыз. Айталық, сіздің шекті мәндегі 5000 досыңыз болса да, сіз 5000 досыңыздың не жазатқандығын барлығын көре алмайсыз. Себебі Facebook'тың алгоритмі сондай. Сізге Facebook оның ішінен сұрыптап 10-15% ғана көрсетеді. Оның ішінде де сізге ұнаған тақырыптарды сіздің лентаңызға шығарып отырады. Оны Facebook қайдан біледі? Ол сіздің лайк қойғаныңыздан, коммент жазғаныңыздан, немесе видеоларды көргендігіңізден білетін болады. Немесе сіз өзіңіз приоритет бойынша керек адамдарыңызды, немесе топтарыңызды, парақшаларыңызды белгілеп лентаңызда жоғары көтеріп отыруыңызға болады. Ал жалпы қарапайым адамдарға лентада Facebook 10%-тен артық достарының жазған мәліметтерін, жазбаларын, посттарын, репосттарын көрсетпейді. Сондықтан да Facebook'те егерде сіз бір затыңызды салатын болсаңыз, 5000 досым көреді деп ойлау, ол бос әурешілік. Сондықтан да Facebook сізге оған альтернативті нұсқасын ұсынады. Ол қандай? Егерде сіз Facebook'тың жарнама кабинетін қолданатын болсаңыз, сіз өзіңіздің тауарыңызды немесе қызметіңізді, болмаса постыңызды немесе видеоңызды жоғары көтеруіңізге немесе көрсетуіңізге болады. Қалай? Таңдаған аудиторияңызға, яғни таргетті аудиторияңызға көрсете аласыз. Егерде сізге осы 10%-тен ары қарай шығып кетіп, өзіңіздің таңдаған аймағыңызға, яғни географиялық орналасуы бойынша, немесе таңдаған адамдарыңызға, жасына, жынысына және басқа да белгілеріне қарай постыңызды, видеоңызды, немесе тауарыңызды, қызметіңізді көрсеткіңіз келетін болса, алдағы видеоларды міндетті түрде күтіңіздер, ол туралы кеңінен әңгімелейтін боламыз.